Сәлеметсіңдер мұхтар, қалдарың қалай? Бүгін Қазақстан тарихында орталық Азияның әлемдік өркениетке жалпы қандай ықпал берді, жалпы Қазақстан территориясында өмір сүрген халықтар әлемге қандай өзінің үлесін қосты, сол туралы болады. Төрт мәселе қарастырамыз. Бірінші мәселе, осы Қазақстан территориясында өмір сүрген сақ-скифтердің алдыңғы Азияға жорығы, осы слайдта соны қарастырамыз. Екінші слайдта осы сақтардың парсылармен соғысы қарастырылады. Үшінші слайдта сақтар мен Александр Македонский арасында соғыс қарастырылады, және соңғысы ғұндардың батысқа жорығы немесе қытайлықтармен арасында қақтығыс туралы мәлімет тоқталатын екенбіз. Демек, осы тақырыптарды бастайық. Енді сақ-скифтер. Енді сақ бұл сақтар, скиф бұл Европадағы көшпелі өмір сүретін халықтар, сонда бізге сақ-скиф деген атау сол көшпелі халыққа қатысты айтылған сөз. Бұлар біздердің ата бабаларымыз. Біздің территориямыз. Енді 8-7 ғасырда сақ-скифтер алдыңғы Азияға басып кірді. Бірінші, алдыңғы Азия дегеніміз не? Алдыңғы Азия көріп тұрғандар міне мына территория. Міне мына картадан көретін болсақ, міне мына жерлер шамасымен. Міне осы жерлерге алдыңғы Азияға бастырып кіреді. Енді бұлар мына жақта өмір сүрген көшпелі халықтар мына жаққа бастырып келеді. Енді ол қай жақтан бастырып келеді? Міне бірінші 7 ғасырдың бірінші жартысында Дербент бұл қазіргі Кавказ жерінде болғанда Дағыстанның территориясы. Міне осы жақтан ақырындап солтүстіктен бастырып кіреді, Дербентті басып алады көшпелі халық сақ-скифтер. Ары қарата Азербайжанға барады. Азербайжан міне жасыл түске боялған, міне Баку, астанасы Баку. Міне осы жерге бастырып кіреді. Азербайжанға бастырып кіреді. Ары қарата қайда барады? Азербайжанға бастырып кіріп, сол жақтарды өз мемлекетін құрады. Енді скиф патшасы Ишпакай енді осы жорықтарды басқарған болу керек. Бұл 7 ғасырда 670 жыл біздің заманымыздан бұрынғы ассириялықтар. Ассириялықтар бұл Туркия жеріндегі халықтар. Туркия, Сирия деген жалпы айтқанда осы территорияда құрған мемлекет Ассирия. Сол арқылы шайқаста Ишпакай қайтыс болады. Бірақ бір қызығы, мысалы Ишпакай шайқаста өліп қалды. Бірақ Ишпакайдан кейін оның баласы ассириялықтармен соғысты жалғастырады. Бірақ сол кезде ассириялықтар түсінеді, бұл сақ-скифтерді жеңу қиын екен, сол үшін Ассирия патшасы өзінің қызын скиф патшасының ұлына береді. Жалпы айтқанда сонымен екі ел тату болады да, сонымен бұл жерде соғыс аяқталады. Енді скифтер ары қарата Мидия деген мемлекетке салық төлетеді. Одан кейін ары қарата мына жерде Сирияға келеді. Сириядан кейін Палестина жеріне барады. Сөйтіп Мысырға дейін жеткен екен. Жалпы айтқанда осы жерлердің барлығын сақ-скифтер өзінің ықпалында жүргізген екен. 7 ғасырдың аяғына қарата бұл шамамен 610 болуы мүмкін, бәлкім 620 жылдар болуы мүмкін. Сол қайтадан өзінің дала жерлеріне сақ-скифтер қайтып кететұғын екен. Енді бұл сақ-скифтер бұл тарихта қандай рөл атар? Сақ-скифтердің жалпы жорығы алдыңғы Азияға, бұл көне алдыңғы Азияда жорығы ұлы дала, яғни қазақтың жері мен Евразия даласы мен ежелгі шығыс өркениеті, бұл Египет деп алып қараймыз, таяу шығыс елдерде деп алып қараймыз. Сол жердің арасында мәдениет аралығында байланыс жасаған халық. Енді ұбт-да келіп жатса сұрақ, ұлы дала мен алдыңғы Азияда арасында мәдениет арасында байланыс жасаған халықтар кімдер десе, бұл сақ-скифтер деп жауап беруге болатын екен. Енді Киммер скиф шабуылдары Ассирияны ыдыратып, оның орнына жаңа мемлекет пайда болады, Мидия және Иран. Енді Ассирия мемлекет ыдырағаннан кейін, Киммер скифтердің шабуылынан кейін Мидия мен Иран деген жаңа мемлекет болады. Ал Иран болса, бұл болашақта біз үшін үлкен қауіп төндіретін екен. Тарихи көзбен қарайтын болсақ, енді міне Иранның қаупі. Мына жерде екі шайқас туралы айтылады, екі патшамен шайқас. Біріншісі Кирмен шайқас, екіншісі бұл бірінші Дариймен шайқас. Енді Кирмен шайқасты біз көпшілігіміз білеміз, ол Кирдің кім болғандығы, мына жерде тұрған адам бұл Кир деп қарастырайық, ал бұны жеңген мына жерде Тамирис екен. Енді Кир бұл мықты мемлекет басшысы, мойындау керек, 558-530 жылы жалпы айтқанда Парсы династиясын құрып, Ахемидтер династиясын құрған адам. Ол Мидия, Лидия, Вавилон, Маргиана, Соғды, Бактрия, енді Орта Азияда елдер, солар барлығын басып алып тұрып, сол Соғды жерінде Курушката деген қала салдырған екен. Бұл ұбт-да келген сұрақ екен. Енді келесі қадам бұл сақтардың жеріне келеді. Мына жерде Амудария өзеніне өтеді, сөйтіп мына жақта сақтардың жеріне, массагеттердің жеріне жорық жасаған кезде бұл сақтарды менсінбей келеді. Сол менсінбей келгеннен кейін ол өлтіріледі. Яғни Тамирис бұны жеңіп, бұны өлтіріп, жалпы айтқанда өзінің елін қорғап қалатын екен. Енді бұл туралы мәлімет Геродоттың мәліметінде береді. Яғни Геродот бұл тарихтың атасы, осы туралы мәліметтің арқасында ол тарихтың атасы болған екен. Енді келесі бірінші Дарий, бұл 522-486. Енді Кир 529-да қайтыс болды, немесе 530-да өледі. Ол қайтыс болғаннан кейін
Оның орнына Камбиз деген келеді, ал Камбизден кейін 522-де Дарий деген келеді. Енді Дарий бұл кекті қайтарады. 519 жылы сақтардың жеріне бастырып келеді, сақтың басшысы Скунханы тұтқынға түсіреді. Бұл туралы Бехусин жартасында жазған. Бұл дегені Скунханы тұтқынға түсіргені Скунханы бүлікшіл ретінде көрсетпейді. Бұл дегені жаңа жерді басып алған әскер басыны қолға кіртті деген сөз. Скунха бұл сақтардың көсемі. Ол тұтқынға түседі. Оны тұтқынға түскендігі туралы Бехусин жартасында айтылады, және 518 жыл тағы бір рет Дарий бастырып келеді. Бұл жолы енді Дарийдің құлағына лапша іліп кеткен бұл мына тұрған адам Шырақ. Енді 518 жылы ол Дарий келген кезде Шырақ ол жақын жолды көрсетемін деп оны құмдыққа апарып біраз әскері қырылып қалатын екен. Енді ары қарата түбінде сақтар жалпы айтқанда парсылармен енді тәуелді болмайды, бірақ олармен одақтасып болған. Келісім бойынша былай болады. Сақтардың территориясына парсылар шабуыл жасамайды. Есесіне сақтар өзінің әскер жағынан Дарийдің жорықтарына қатысуға тура келеді. Сонымен бұл одақтас деп айтуға болады. Сонда Дарийдің жорықтарына, парсылардың жорықтарына сақтар әскер жіберген. Бірақ енді сақтардың әскер жібергенде ол ең мықты деген әскерлердің қатарында болған. Мысалы, осы парсылардың 10 мың ажалсыз деген әскерлердің бұл ең элитный топ әскерлер соның қатарына сақтардан құралған. Және сақтар 490 жылы марафон шайқасына қатысқан. Марафон шайқасы ол парсылар мен гректер арасында шайқас. 480 жыл Ксеркс бұл Дарийдан кейінгі басқарған парсы патшасы соның соғыстарына қатысады. Және біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші және 4-ші ғасырда сақтар ахеменидтердің ешқайсысы бодан болмай олармен одақтас болғандығы туралы мәлімет беретін екен. Мына жерде көріп тұрғандарың бұл Дарийдің сақтар жеріне жасаған жорықтары. Келесі біздің елге қауіп төндірген, сақтарға қауіп төндірген ел бұл әрине Александр Македонский, және оның жанында тарихшысы бар Ариан. Бұл Александр Македонский, оның ұстазы Аристотель болған. 331 жылы бізге қауіп төндіріп келген осы парсыларды жеңіп, 331 жылы Александр Македонский Гавгамелла шайқасы. Гавгамелла шайқасында бұл Македонский Македониядан шыққан жігіт парсыларды жеңеді, және парсының басшысы 3-ші Дарийді жеңетін екен. 3-ші Дарийді жеңген кезде Дарийдің әскерлер қатарында дақтар болған. Дақтар бұл сақтар. Арал мен Каспий аралында өмір сүрген сақтар. Бұлар осы Ариан айтады, Македонскийге қарсы күресте осы Дарийдің әскерлері қатарында скифтер не болмаса дақтар болған дейді. Олардың ерекшелігі өзімен бірге аттарымен, сауытпен қоршалған дейді. Бұл шайқаста енді сақтар жеңіледі, парсы әскерлерінің қатарында жеңіледі. Енді ары қарата Александр Македонский дақтар мен бактриялықтарды мықты әскер екенін мойындап, өзінің әскерлерінің қатарына қосып, және бұлар Үндістанға жорық кезінде пайдаланылатын екен. Енді Македонский бұл Индияға дейін жорықты барады, бірақ Индияға жолға кетіп бара жатқан кезде жолда ол сақтардың жеріне шабуыл жасайды. Яғни 331-327 жылы. Ол сақтардың жеріне шабуыл жасамай тұрып, сақтарға дейінгі Бактрия дейміз, Хорезм дейміз, Соғды дейміз, сол мемлекеттерге жорық жасайды. Оларды басып ала алады да, бірақ сақтарға келгенде оларды басып ала алмайды. Сонымен сақтардың басып ала алмағандықтан олар Үндістанға қарата жол тартып кететін екен. Айтайын дегенім, сақтарды Александр Македонский басып ала алмайды. Соғдылар Македонскийға қатты қарсылық көрсетеді. Оның соғдының көшбасшысы жаңағы Спитамен ол соғыс жүргізеді, бірақ дегенмен де Александр Македонский оны өлтіртеді 328 жылы. Сонымен соғды Бактрия Хорезмді басып алады, бірақ сақтарды басып алмайтұғын екен. Келесі 4-ші қарастыратын мәселеміз бұл ғұндар. Ғұндар жалпы айтқанда бұл Қытайдың солтүстігі, Монғолияның оңтүстігі территориясын қамтыған үлкен аймақты алып жатқан көшпелі халық ғұндар. Ғұндар бұл түркілердің арғы ата бабалары болып табылады. Міне, ғұндар біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдың соңында, нақты жылмен айтатын болсақ, 209 жылы ұлы далада ғұн билеушісі Мөде. Ол ғұн мемлекет негізін қалаған адам, міне Мөде. Мөде бұл жалпы айтқанда ғұн мемлекетін құрады. Және өзіне Саян, Алтай, жоғарғы Енисей жерлерді басып алады да, арғарда оның екі басты қарсыласы болады. Біреуі юйчжилер, қазақшасы тоқарлар, және екіншісі Қытайлар. Міне осы екі негізгі қарсыласы болды. Бірінші Қытайлықтармен соғыс туралы тоқтайын. Біздің заманымыздан бұрынғы 200 жылы Қытайдың императоры Гаоди, хан әулетінің негізін қалаған Гаоди ғұндарға жорық жасайды. Ғұндарға жорық жасайды да, бірақ өзі ғұндарға қоршауында алып қояды. Енді ғұндар оның әскерін қоршап алады. Гаоди енді өлтіріп тастауға мүмкіндік болды ғұндарда, бірақ Гаоди оған ұсыныс жібереді. Өзінің қызын,
яғни Қытай ханшайымын мөдеге береді үйленіп. Сонымен екі ел құда болып, сонымен аман қалатын екен. Енді тағы бір қарсыласы бар, бұл юджилер. Юджилермен мәселе қалай болады? Ғұндар мен юджилердің арасында бәсекелестік жалпы айтқанда 4 ғасырға созылған. Енді юджилер бұл жалпы айтқанда Қытайға ұқсас халықтар. Бұл халықтар ғұндармен қақтығысы 4 ғасырға созылып, соңында біздің заманымыздан 165 жылы ғұндар толықтай юджилерді жеңумен аяқталатын екен. Енді ғұндар мен Қытай соғысының жаңа кезеңін бастаған, біз соңғы соғыста біз Гауди тұтқынға түсіп қалып құда болған білеміз. Жаңа кезең бастаған 133-127 жылы бұл хан император Уди. Енді Уди Гаудиға қарағанда мықтырақ болған. Бұл ғұндармен бірнеше рет соғысқан, нәтижесінде ғұндарды ыдыратып жүрген. Бұның нәтижесі біздің заманымыздан бұрынғы 1 ғасырдың ортасы ғұндар екіге бөлініп кетеді. Солтүстік ғұндар және оңтүстік ғұндар. Оңтүстік ғұндар Қытайға бодан болып қалады, ал солтүстік ғұндар болса батысқа қарата жылжитын екен, және батысқа қарата жылжып, мына Қазақстан территориясына келіп, Йоэбан деген мемлекетті құратын екен. Йоэбан мемлекеті біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасыр және 5 ғасырларда өмір сүрген екен. Шығыс Қазақстан жетісу жерінде құрылған мемлекет. Енді біздің заманымыздың 4 ғасырында ғұндар ары қарата Каспийдің солтүстік арқылы Еуропаға жол тартады, және ол жақта Рим империясының аумағына дейін жетіп, ол жақта Еуропа елдеріне үрей туғызып, және Рим империясының құлауына ықпалын жүргізетін. Өйткені ол жақта герман тайпаларын біріктіріп, Рим империясына қарсы сәтті жорықтар жүргізетін екен. Енді 5 ғасырда бұл Рим империясына қауіп төндірген ғұнның басшысы бұл Аттила. Аттила ғұндардың көшуімен тарихта халықтардың ұлы қоныс аудару дәуірі деп аталады. Өйткені ғұндар жолда кетіп баратыр, мына Йоэбан мемлекетін құрады, одан кейін мына жақтағы халықтарды басқа жаққа ығыстырып жүрді. Жалпы айтқанда Еуропаға жеткенше біраз халықтарды орнынан көшіріп жібергендіктен, көптеген территорияларды көптеген халықтар көшіргендіктен, бұл тарихта ұлы қоныс аударуына себепші болған тайпалар деп аталатын екен. Ғұндар жалпы бұлар кейінгі темір дәуірде өмір сүрген мықты тайпалар, және бұлардың ұрпақтары түркілер болып келетін екен. Сонымен бүгінгі сабақты оқушылар аяқтаймыз. Келесі сабақ жүргенше сау болыңдар.